Серке бастайды, қой ереді. Табиғаттың заңы солай. Сәбет кезінде колхоз-совхоздың қойын қасапқа серке бастап баратын. Кірер есіктен серке жалт бұрылып, қойлардың басы шабылып қасапқа кететін. Қазіргі қазақ қоғамы да солай. Диктатуралық жүйе қолдан жасаған қаңылтыр кеуделі қайраткерлерді сахнада тайраңдатады. Үруге рұқсаты бар иттер, аңырауға рұқсаты бар есектер, билеуге рұқсаты бар маймылдар саяси қайраткер болып, тұлға болып, қазақты алдайды. Ал саяси сауатсыз қазақ соларға үміт артады. Анығында олардың барлығы қазақты құлданудың құралдары ғана. Батыстың диктатуралық қазақ қоғамынан айырмасы да осы жерде жатыр. Демократиялы елдерде әрбір азамат өзін серке деп біледі, және олар ұйымдасып, одақтасып, тұтас ұлттың, мемлекеттің тағдырын ортақ мақсатта шешу үшін ішінен тек бір өкілді ғана таңдайды. Ал бұл өкіл ешқашан серкеде емес, және ол кез келген уақытта қылдан тайса, мүддені сатса, оны жұлып алып орнына екіншісін қоя алады. Сондықтан қазақтар қандай да бір серкені күтіп, құтқарушы құдайды күтіп отырмай, өзінің ұлтының, мемлекетінің тағдырын өздері шешуге тырысуы керек. Бұл видеоны таратыңыз. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.